Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Өткен жолғы видеода мен осы қонағасы жайлы бір аңызбен бөлістім. Бүгінгі айтайын дегенім, осы өзіміздің қазақ халқының салт дәстүрінде асты 3 түрге бөледі екен. Олар ақ, қызыл және көк дейді екен. Ақ дегеніміз олар сүт тағамдары, қызыл дегеніміз ет тағамдары және көк жеміс тағамдар екен. Нанды астың атасы деп бағалаған халық оны барлық астан артық санағандықтан оны бұл 3 түрге қоспайды. Нанды, оның қиқымын да жерге тастамауы міне осындайдан шыққан. Нанның қиқымын жеген бала бай болады деп балаларға кесілген нанның ұнтағын да тастатпай жегізген. Нанды құрметтеуді бұрынғы ата-аналар балалардың кішкентай кезінен айтып, ескертіп, санасына сіңірген деп жазған екен. Ол рас, бала күнімізде нанды тастатпайтын, жерге тастатпайтын, кез келген жерге тастап кеткенді малға жинап алып, үйіне алып жүрген әжелерді де, үлкен кісілерді де көзіміз көрді. Енді сол ақ тағамдары, сүт тағамдары жайлы біраз айтқым келіп отыр, сіздермен бөліскім келіп отыр. Сүт тағамдарының ішінде қандай нәрсе бар екенін сіздер өте жақсы білесіздер. Негізі ондай бізде кеңінен таралған. Сүт дегенде, сүт тағамдары дегенде сүт, қымыз, шұбат ойға оралады, бірақ одан да басқа мысалы құрт көже, ежігей, ірімшік, сарысу, ағлақ, уыз қағанақ, қатық, айран, сүзбе, май, торта, балқаймақ, сүт көже, сүмес, сүт деген болады екен, көпік, көпіршік, ағырым, малта. Міне, аз емес сүт тағамдарының осындай түрлері жайлы жазылған. Соның ішінде тосап деген де болады екен. Тосап деп, мен осы соңғы кездері неге екенін қайдам, орыстардың варенье деген сөзін тосап деп аударып жүргенді оқыдым, естідім. Тосап деген өзіміздің қазақтың сөйтсем ұлттық тағамы екен. Кәдімгі сүттен жасалған тосап болады екен. Көбік, көпіршік, ағырым жайлы мен мысалы атын ондай екенін білмеппін. Ағырым дегеніміз негізінен сусын ретінде жасалады. Сүр еттің қою сорпасына айран, қатық, қымыз сияқты қышқыл, ақ қосып әбден араластырады. Ағырымды қазақтар еттен кейін ішеді. Бұл әрі сусын, әрі тамақты басатын және оны бойға тез тарататын қасиеті бар нәрлі қоспа екен. Мұны ауыл, отбасы осы күндерде де жиі жасап ішеді. Әрине қала тұрғындары үшін жемсік ас саналады дейді. Ал тосап дегеніміз не? Тосап қой сүтінен дайындалатын дәрулік, емдік қасиеті бар сүт тағамы. Біле жүрейік. Мен де бұны бұрын естімеппін. Тосаптың әзірлену жолы мынадай. Қойдың қою сүті сауылып, қайнатылады. Оған бал, мамыр айының майы қосылып, әбден араластырылады. Оны ауру адамға суытпай ішкізеді. Тосап әрқашан сіңімді, әрі емдік қасиеті бар, адамға күш қуат қосатын тамақ. Тағам. Мұны суық тигендерге, кеудесі ауырғандарға, аурудан әлсірегендерге, қуаты қайтқан қарт адамдарға ішкізеді. Тосапты жас босанған аналарға да береді делінген. Міне, тосап деп біз неше жылдан бері варенье деп жүрсек, тосап деген сүттен жасалған тамағымыз екен. Осы сүт тағамдарының ішінде мен қымызға ерекше тоқталғым келіп отыр. Қымызды білмейтін қазақ жоқ. Қымыз, домбыра өзіміздің әбден санамызға сіңіп қалған зат қой. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дей ма? Домбыра неге есіме түскенін білмедім. Қымыз енді жайлы айтар болғаннан кейін шығар. Қымыздың неше түрлерінің бар екенін де естіп көріп біліп жүрміз.
тура қазіргі заманда мына қалада дайын қымызды сатып алғанымыз болмаса, оның қалай дайындалатынын да біле бермейміз. Бұрынғы көрген бала күніміздегі қазіргі білетін адамдар дайындалып жүргендерден сұрамасақ, жастар онша біле бермейді. Қымыз ол тек тағам емес, сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулетін, салтанатын, байлығын, мырзалығын, дастархан берекесін білдіретін ырыс белгісі деп жазыпты. Негізі дұрыс айтылады. Басқа тағамдарға қарағанда қымызды дайындаудың әдіс тәсілдері, салт дәстүрлері, ырымдары мен кәде жоралары көп. Көктем туып, құлындаған бие байланып, саулады, бие сүтіне арнайы ашытқы қосып, қымыз дәрежесіне жеткізеді. Мысалы, қозының мәйегі дейді. Алғашқы қымыз қорданғанша саумал күйінде болады. Ашуы жеткен қымызды үй иесі өзі ішпейді. Дәстүр бойынша үлкендерін шақырып, ауыз тегізіп батасын алады. Мұны қымыз мұрындық дейді. Дайындау әдісіне, қасиетіне, сапасына және сақталу уақытына байланысты халқымыз қымызды бірнеше түрге бөлген. Және олардың әр түрін жылқы жасы атауымен атайды. Мысалы, уыз қымыз, бал қымыз, тай қымыз, дөнен қымыз, бесті қымыз деп айтылады. Бір ескертетін мәселе, түнемелі қымызға екінші күнге қалған тай, құнан, дөнен, бесті деген ат қойып, ақырып ашуын күту негізінен биік таңды жайлайтын өңірге тән дейді. Қыста қысыр биелерді қолда ұстап сауғанды қысырдың қымызы дейді. Қысырақтың қымызы деген бар, түнемел қымыз, қорабалы қымыз, ең соңында сірге жияр деп атайтын қымыздың түрі бар екен. Ол сірге жияр деген сөз бие ағытылар алдында соңғы қымызды ауыл адамдарын шақырып батасын алатын халықтық жақсы дәстүр. Оны сірге жияр деп атайды. Бұл қымыз елдің шипалы сусыны, азығы ғана емес, мақтанышы, салтанаты да болған деп тағы да жазылыпты. Осындай сөздерден кейін қымыз жайлы сіздерге бір өлең оқып берейін. Қымыз. Бұл қымыз жаңа шыған құлын қымыз. Осындай ішіппеңіз бұрын қымыз. Қымыздың 3-4 кесе желігімен, жел сөзбен келіп отыр ұрын қымыз. Ішеміз бұйыртса ертең тайғымызды, тайғымыз ұмыттырар қайғыңызды, қонақжай өзінің кең пейіліне, қазекең тапқан ғой бұл сайғымызды. Мінекей мынағымыз құнанғымыз, аспайды бұл өңірде мұнанғымыз, сіміріп 3 тостаған қандым дейсіз, шынымен қазақсыз ба? Күмәндіміз. Ішкенде дөненғымыз дөң асырған, қыздарға қырындауға жол ашылған, түсесің тартынбай әр тәуекелге, жараулы бәйгатындай таң асырған. Белдеуден ұзатпаған бестіғымыз, еңкейткен егескенді естіғымыз, іштегі ыспенен шын шаңдаттың бәрін семсердей сертке соққан кестіғымыз. Сапырған саржайлауда сарығымыз, сауға сән ауруға дәріғымыз. Салтанат сауық құрып сайрандайық, сөнгенші бұл өмірдің жарығымыз. Қызыз ақ па, көңіл ақ па, қымыз ақ па, түсемін қымыз ішсем қызып бапқа, ұсынсаң өзің құйып сәулетайым, қанбасем ішіп қымыз күн ұзаққа. Сауыны биелердің келген сайын, басында бие баудың болсам дайын, сауысып биелерді құлын ұстап, қолдасып шелегіңе жабысайын. Кеш болса гүмпілдетіп саба пісіп, тараса саумал иісі далаға ұшып, қалқыған қарамайы ақ қымызды бәстессек кәске сайын санап ішіп. Авторы жоқ, қара өлең деп келтірілген екен. Міне, көктем келе жатыр. Қымыздарыңыз дастарханнан әрқадайым табылсын. Қымыз ішіп, әрленіп, денсаулықтарыңыз сай болсын, аурудан аулақ болайық, аман болайық.